Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Instagram мен TikTok әлеуметтік желісінен неге алшақтағаным жөнінде айтатын боламын. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіз. Сізді қайдам, бірақ өзім әлеуметтік желіге кішкене бір байлаулы болдым десем де болады. Бір 20-30 минутқа кіріп шығам деймін де, бір 2 сағатым зая кетеді. Біреуі 18 жасында ата-анасына қымбат сыйлық алып беріп жатса, енді біреуі әйеліне бағалы гауһар тастар, енді біреуі зәулім үй алып жатса, енді біреуі долларлап ақшасын көрсеткен кезде кішкене қызығушылық оянып, өзімді жиектей жеген кездер өте көп болды. Тіпті бутиктан әдемі киімдер көріп, соларды ойланбастан соларға заказ беріп, оның керек немесе керек емес екенін фильтрден өткізбей бірден алып, бірақ соңында керек емес болып қалатын кездер көп болатын. Тіпті жолдасыма да претензияларым болды, кішкене миымда хаос болып кетті. Содан не керек, отырдым да осы 2025 жылдың қазан айының соңына таман Instagram мен TikTok'ты удалить етіп тастадым, яғни кетірдім. Айтпақшы, тіпті өзім блогта жүргіздім, бір рекламалайын, тез байып кетейін деген сияқты мақсатта, ешқандай бір плансыз, миссиясыз. Одан ол да бір жақсы аяқталмады, былайша айтқанда. Сөйтіп, TikTok пен Instagram'ды кетірдім. Сосын ойландым, маған не керек? Жалпы сол Instagram'дағы әдемі өмірдің артында нелер бар? Ойланып көрші деп өзіме сұрақ қойдым. Мүмкін сол 18 жастағы ата-анасына бағалы заттар алып беріп жатқан, үй алып әперіп жатқан жеткіншек әлемі қиындықтан өткен шығар. Ол жағы бізге беймәлім. Ал сол қиындықтарды мен еңсере алам ба, мен соны көтере алам ба деген сияқты өзіме сұрақ қойдым. Мүмкін әйеліне бағалы сыйлықты беріп жатқан отбасы шынтуайтына келгенде бақытсыз шығар. Әрине барлығына бірдей топырақ шашпаймын, бірақ жылтыраған өмірдің артында басқаша картина бар болуы мүмкін деген секілді өзім сондай бір тұжырым жасадым. Мысалы, мен қызыққан адамның өмірін мен қиыншылықтармен бірге өзіме ала алам ба деген сияқты сұрақтар қойдым. Жауабын да таптым. Жоқ, әрине. Мысалы, ол керемет болып жүруі мүмкін, бірақ ол неше түрлі қиындықтарды басынан еңсеруі мүмкін. Әрине, Аллах тағала барлығына бірдей емес, көтере алатындай қиындық береді. Сол үшін де әркімнің өзінің өмірі бар, әркім жеке тұлға деген секілді жауаптар келді және де шешімін таптым. Сол зәулім үй, сол машина, сол өмір өзім қалағаным ба, жоқ әлде өзгенің қалауын өзіме алып тұрмын ба деген сияқты ой келді. Бүйтіп қарап отырсам, менің ойым, мен қалаған көлік, мен қалаған үй мүлдем басқаша екен. Содан отырдым да барлығын дәптерге жаздым. Сол күнделігім бар, соған барлығын жаздым, өзімнің миссиямды іздедім, өзім кім болғым келеді, немен айналысқым келеді, соның барлығына жауап таптым. Және де басымдағы хаостан арылдым. Жаным тынышталды, өмірімде сондай бір берекелі бола бастады, мағыналы бола бастады. Уақытым көбейе бастады. Ертеңгілік ритуалдарымды жоспарлай бастадым. Уақытымды жоспарлай бастадым. Өзіме пайдалы деген подкасттарды көре бастадым. Кітаптарды оқи бастадым. Құдайға сансыз шүкір. Қазір енді өзім қай жолда, қай бағытта кетіп бара жатқанымды білемін. Мен неге бұны айтып отырмын? Себебі менің бұрынғы күйімді кешіп отыруыңыз әбден мүмкін. Сол үшін де сізге пайдалы болар деген мақсатта осы видеоны түсіріп отырмын. Тым болмаса бір апта әлеуметтік желіден алшақтап көріңіз. Әрине, мен 100% сенімдімін, ол сізге міндетті түрде пайдалы болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Керісінше пайдасы болмаса, жүрегіңіз тынышталады. Миыңыздағы неше түрлі хаостан, неше түрлі жаңалықтардан алшақтайсыз. Кейде біз неше түрлі жаңалықтар тыңдап алып, бойымызды бейсаналық түрде үрей билеп алады. Сосын қорқып жүресің, әртүрлі жаңалықтар тыңдап алып, ертең не болады, бүрсі күні не болады, алай не болады деген секілді. Сол үшін де саналы түрде барлығын ойланып
фильтрден өткізіп жасағанымыз абзал. Әр күн бізге берілген мүмкіндік. Бүгін ұйқыдан ояндыңыз ба, Аллах тағала сізге тағы бір мүмкіндік беріп тұр. Сол мүмкіндікті енді әркімнің өмірін қарап, уақытыңызды текке кетірмеңіз, керісінше пайдалы подкасттар көріңіз, осындай пайдалы видеолар көріңіз, кітап оқыңыз, өзіңізге ритуалдар жасап алыңыз, миссияңызды іздеңіз, отбасыңызға көңіл бөліңіз, әр күніңізді берекелі қылып, әр сәтті сезініңіз. Осы видеоны егер сіз соңына дейін көріп отырсаңыз, онда бұл сізге қажет болып тұр дәл қазір. Комментарийге өз пікіріңізді ашық қалдырыңыз, лайк басыңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алда тағы да осындай сізге пайдалы видеоларды түсіремін.